Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ тілінің грамматикасы сабағы. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз өткен сабақтардағы фонетика бөліміне қайталау сабағы болады. Яғни сынып жұмысы деп тақырыпты жазыңыздар. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз балалар: фонетика бөлімін қайталау және тақырып мазмұнын бекітетін тапсырмаларды орындау. Балалар, ойымызды сергіту үшін мынадай ребусты шешіп жауабын табайық. Сіздерге алдарыңызда берілген суреттердің атауларын тауып, әр атаудан қанша әріп басынан, қанша әріп соңынан алынып тасталатындығы көрсетіліп тұр, яғни ең соңында қалған әріптерді қосып жасырылған сөзді табуларыңыз керек. Балалар, ребусты шешіп болсақ, өткен сабақтарда өткен материалдарымызды бекіту үшін тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: әр мысалдың тиісті жеріне мына белгіні қойыңыздар. Ескерту: буын түрлерін еске түсіріңіздер. Балалар, біз өткен сабақтарда буынның 3 түрін өттік, ашық буын, тұйық буын және бітеу буын. Бұлардың әрқайсысының өзінің жасалу жолдары бар. Егер ашық пен тұйық, бітеу мен тұйық, ашық пен бітеу сияқты осы 3 буынның түрі бір сөздің ішінде араласып келетін болса, онда ол сөз аралас буынды сөз деп аталатынында біз өткен сабақта өткен болатынбыз. Балалар, ашық буын дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталатын, немесе тек дауыстының өзінен тұратын буын. Ал тұйық буын бұған керісінше дауыстыдан басталып дауыссызға аяқталады. Бітеу буын бәрінен оңайы, яғни дауыссыздан басталып дауыссызға аяқталады екен. Яғни балалар, мына алдарыңызда берілген балық, бала, ат, қапшық сөздерінің қай буын түріне жататын білу үшін бірінші буынға бөліп, әр буынның қандай буын екендігін ажыратып алыңыздар. Балалар, екінші тапсырма: мына суреттердің атауларын тауып, жуан немесе жіңішке буынды сөз екенін анықтаңыздар. Және өзіңіз қалаған бір сөзге сөйлем құраңыз. Яғни сіздердің алдарыңызда 4 сурет берілген, осы суреттегі заттардың атауларын табасыздар. Және атауларын тапқаннан кейін жуан буынды сөз бе, жіңішке буынды сөз бе, соны анықтайсыздар. Содан кейін осы сөздердің ішінде өзіңіз қалаған бір сөзге сөйлем құрайсыз. Яғни бұл тапсырманың дескрипторы суреттердің атауын табады, сурет атауларының жуан немесе жіңішке буынды сөз екендігін анықтайды және қалаған бір сөзіне сөйлем құрайды. Ендеше балалар,